Мандариннің құрамында әртүрлі қышқылдар А, Д, К дәрумендері, магний, калий, фосфор, темір, натрий және кальций сынды минералдар да бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин болады. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеуін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Мандариннің тағамдық құндылығы аз, жеңіл жеміс саналады, бірақ құрамында қант көп. Соған қарамастан салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасуын жақсартуға қауқарлы. Сонымен қатар мандариннің емдік қасиеттері де бар. Жөтелге қарсы пайдалануға болады. Мандариннің қабығын суға қайнатып тұнбасын ішсе, жөтел мен қақырықтан жазуға болады. Өздеріңіз білетіндей, қыстың күні көптеген адамдарда дәрумендер тапшылығы байқалады. Сондықтан осы дәрумендердің орнын толтыру үшін жеміс-жидектерді көбірек қолданған дұрыс. Мандариннің құрамында да адамға қажетті біраз дәрумендер кездеседі. Ал мандариннің шырыны тері мен тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартып, тісті қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат наубелетин бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен уласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Мандариннің қабығының да өз пайдасы бар. Оның қабығын суға қайнатып ішсе, жаңа жоғарыда айтқандай жөтел мен қақырықты жазуға болады. Сондай-ақ бронхит, тері ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздықта, жоғары қан қысымына қарсы да пайдалануға болады. Сонымен қатар мандариннің қабығы қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді, ас қорытуды да жеңілдетеді. Қатерлі ісік ауруларының алдын алуға қатысады. Қан тамырларды холестерин жиналуынан тазартып тұрады. Салмақ жоғалту кезінде де өте маңызды. Қабынуға қарсы антисептикалық әсері бар. Сондай-ақ мандариннің қабығын косметологияда да қолданады. Ұйқысыздықты жою үшін мандариннің қабығын қалай пайдаланатынын айтып өтетін болсақ, 100 грамм мандарин қабығын 2 литр қайнаған суға салып 1 сағат тұндырып, сосын сүзіп алыңыз. Ұйықтар алдында жылы ваннаға құйып, соны қабылдаңыз. Ал тырнақ саңырауқұлақтарын емдеу үшін пластинкаларды күніне бірнеше рет жаңа мандарин қабығымен сүртіңіз. Сонымен қатар мандариннің зияны да бар. Қандай зияны дейтін болсақ, бұл цитрусты жеміс болғандықтан аллергия туғызады. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыруы мүмкін. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит және холецистит және нефрит ауруына шалдыққандарға жеуге болмайды. Көп жеген мандаринде каротин мен А дәрумендері бауырға салмақ түсіріп, бауыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған екен. Сондықтан достар, бақытты болайық, бай болайық, аман болайық. 100 жасаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау да саламат болыңыздар.